Саламатсыңдар ма, оқушылар? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы табиғат ресурстарды игеруде туындайтын мәселелер. Сабағымыздың мақсаты табиғат ресурстарды игеруге байланысты туындайтын мәселелерді білу және оның шешу жолдарын ұсыну. Жетістік критерийлер бүгінгі сабағымызда білуіміз және түсінуіміз керек болған нәрселер: табиғат ресурстарды табиғи ортадан алу тәсілдері туралы білу, табиғат ресурстарды игеруге қатысты қоршаған ортаға ықпалын білу. Табиғи ресурстарды табиғаттан алу. Табиғи ресурстардан табиғаттан алу бұл ресурстарды шоғырланған жерінен бөліп алу. Оны бөліп алуда техника мен технологияларды қолданылады. Техника әртүрлі құрылғылар, аспаптар, машиналар, құралдар және басқалар. Ал технология ресурстарды шығарып алу тәсілі. Мысалыға, балта мен ара техника және құрал, ал шабу және аралау технология, яғни ағаш алудың тәсілі. Табиғи ресурстарды игеру және қолдануға қатысты мәселелер екі негізгі бағыттан туындайды. Біріншісі игеру және қолдану қиындығы, екіншісі экологиялық зардаптары. Табиғи ресурстарды игеру пайдалы қазбаларды өндіру және пайдалану, биологиялық ресурстарды пайдалану және жер және су ресурстарды пайдалану болып есептеледі. Пайдалы қазбаларды өндіру әртүрлі әдіс тәсілдері қолданылады. Мысалыға, карьер және пайдалы қазбаларды ашық ұсылда қазып алу. Шахта ұсылы, шахта әдісімен жер қойнауында төмен қабаттарда жатқан пайдалы қазбаларды қазып алуда қолданылатын әдіс. Бұрғылану, нефт және газ қазып алуда қолданылатын әдіс. Аралас әдіс. Бұл аралас әдісті әртүрлі мақсаттарда пайдаланылады. Мысалыға, тұз алу үшін оны жер астында ұңғымаға су жіберу арқылы ерітеді. Ал күкірт ұңғыма арқылы ыстық су жіберіп алдын ала балқытып алынады. Литий түрлі қосынды түрінде еріген күйде болатын минералды сулардан алынады. Табиғаттан пайдалану, табиғи ресурстардан пайдалану жер бетіндегі жануарлардан пайдалануда, немесе өсімдіктерден пайдалануда анық көрінеді. Орман ресурстардан пайдалануда адамның табиғатқа әсері өте үлкен зардап шегуінде байқалады. Табиғаттың зардап шегуінде байқалады. Орман ресурстарын игеруге байланысты ең басты проблема ағаштарға келетін шығын. Орман қалпына келетін ресурс, бірақ оның табиғи түрде қалпына келуі үшін бірнеше ондаған жылдар керек екенін білеміз. Орманды мекендейтін жануарлар мен өсімдіктер орманмен бірге жойылып кетуі мүмкін. Сонымен қатар топырақтың да зиян шегуі шамалы. Экологиялық зардаптар пайдалы қазбаларды игеруде туындайтын мәселелердің ең жоғарғы орында тұратыны. Оларға мыналар кіреді: қоршаған ортаның ластануы, экологиялық зардаптар, сонымен қатар ландшафттардың өзгеруі. Қоршаған орта мұнай игеруді және тасымалдау арқылы ластанады. Мұнай мен ластанған суды қолдануға болмайды. Сонымен қатар ірі кәсіпорындарда атмосфераға зиянды газдардың шығуы. Бұл қышқыл жауындардың пайда болуына алып келеді. Ауыл шаруашылығын жүргізу үшін қолданылатын пестицидтер мен тыңайтқыштар қоршаған орта үшін зияны өте үлкен.
Транспортта қоршаған ортаға зиянды газдарды бөледі. Қоршаған ортаны ластауда тұрмыстық қалдықтардың да алар орны ерекше. Теликандар пайдалы қазбаларды игеруде шығатын қалдықтар. Бұлардың құрамында зиянды элементтер өте көп. Олардың табиғатқа әсері өсімдік жамылғысының жоғалып кетуіне, сонымен қатар жануарлардың жоғалуына, топырақтың зиян көруіне өте үлкен әсерін тигізеді. Қорыта айтқанда, адамның табиғаттағы пайдалы қазбаларны, табиғи ресурстарды пайдалану кезінде табиғатқа тигізетін әсері өте үлкен екенін біліп тұрмыз. Суға, атмосфераға, литосфераға, биосфераға, табиғаттың түрлі бөліктеріне адамның табиғи ресурстарды пайдалану кезінде тигізетін әсері туралы шамалы болса да бүгінгі сабақта біліп алдық. Оқушылар, енді біз ландшафттың өзгеруі туралы пікір алыссақ. Төменде суретке қарап, ландшафттың өзгеруін сипаттаңыз. Ландшафт қалай өзгеруде? Ландшафттың өзгеруі қоршаған ортаға қалай әсер етеді деп ойлайсыз? Біз суретте өзгеруге дейін және өзгергенден кейінгі суреттерге қарай отырып, өз пікірімізді айтуымыз керек. Адамзат бұзылған ландшафтты қайта қалпына келтіре ала ма? Ойланып, жауаптарымызды дәлелдермен жеткізуге әрекет етіңіз. Табиғатты қорғау шаралары ұңғыманы тығындау, балық жіберетін орындарды құру, орманды қалпына келтіру, экодук, бөгет құру арқылы, сол шараларды қолдану арқылы істесе болады. Қазіргі таңда бұл мәселелерді шешу үшін ғалымдар қандай жолдарды ұсынады екен? Бірінші, мемлекеттің ресурсты сақтау саясаты минералды шикізаттарды қайта өңдеу және үдемі байыту технологияларын енгізу. Тау-кен өндірісіндегі қалдықтарды жою немесе қайта өңдеу, утилизациялау. Шикізатты өндіретін аудандардағы топырақты қайта өңдеу және рекультивациялау. Энергия және материал жұмсалуының шығынын азайту. Екінші ретті шикізатты қолдану, металл қалдығын, макулатура, күлдер, жылу электростанцияларындағы қоқыс қалдықтарды тағы басқаларды қайта қолдану. Су мен қайта жабдықтау жүйесін жетілдіру. Шикізат базаларының жанында аумақтық өндірістік кешендерді салу. Бұл мәселені шешудің бір жолы ол басқа арзан шикізат қолын көзін табу болып табылады. Адамның табиғатқа әсер етуі туралы мақал-мәтелдер, сөздер өте көп. Әлемнің ең лас теңізі Жерорта теңізі. Қышқыл жауындардың жауы әсерінен әлем өзгеріп кетуде. Мұнайдың мұхитқа әсері де өте үлкен. Үйге тапсырма. Адам табиғаттың досы ма? Тақырыбында ессе жазу. Еліміздің қай өңірлерінде көмір, мұнай, алтын, темір, уран, табиғи газ өндірудің қоршаған ортаға келетін зиянын байқалуын карта арқылы дәлелдеп көрсетуіміз керек.